Қазір біз кәдімгі универсальный крем-чизді дайындайтын боламыз. Яғни бұл крем-чизді почти көп торттарға қолданылады. Тек қана бұның жасалу жолын білсек болды. Қалған торттардың барлығында дәл солай жасай бересіздер. Біз медовый торттың кремін дайындаймыз. Медовый тортқа Чудское озероның крем-чизін қолданғалы жатырмын. Міне біз творожный сыр мен сахарный пудраны салып алдық. Өйткені жаңа айтқанымдай, ең бірінші крем-чиз жасаған кезінде творожный сыр мен сахарный пудра екеуін араластырып алыңыздар. Бір келкі болғаннан кейін барып сливки саласыздар. Ол ручной миксерде жасасаңыздар, тіптен солай жасау қажетсіздер. Өйткені қазір сіздер барлығын қосып бірге істесеңіздер, ондай болса творожный сыр толық араласпай, комок-комок болып қалады. Кремге айналғанға дейінше. Сол себептен дәл осылай істеулеріңіз қажет. Міне толық араласқаннан кейін біз сливкиді қоямыз. Сосын қыздар, крем-чиздің рецепті әр кезде әртүрлі болады. Біреуінің ішінде творожный сыр көп болады, біреуінің ішінде сливки көп болады. Оның барлығы жасап атқан торттарыңызға байланысты. Мысал ретінде молочная девочка тортында сливки творожный сырдан көбірек болады. Не себептен? Өйткені молочная девочка торты ол крем міндетті емес формасын ұстап тұруға. Одан кейін оның ол торт ауызда еритін жұп-жұмсақ, сондай прям аузыңа саласың, болды, тістемей-ақ жей беретін торттың бірі. Сол себептен ол сливки көп, творожный сыры аз болады. Енді вупи пай сияқты торт болады. Олардың рецептін қарайтын болсаңыздар, ол жерде керісінше сливкиден қарағанда творожный сыр көбірек. Еще маскарпоне бар. Не үшін творожный сыр көбірек? Өйткені ол формасын мықты ұстап тұру қажет. А если сіз ол жерге сливкиін көп қып тастасаңыз, қанша сливкидің сапасы жақсы болып тұрса да, ол по-любому творожный сыр көп сияқты плотный болмайды. Өткенде менде болды, қыздар курсқа қатысқан. Менде деген вупи пай жасадым, кремім формасын ұстамай жатыр. Не себептен дейді? Оның температурасын көрді, қалай деп бәрін сұрап атырым. Сосын бәрі жақсы, онда неге ол дұрыс емес деп біз уже ойлана бастадық. Сөйтсек, ол қыз творожный сырды азық қойғанда сливкиін көп жасаған, қолында сол бары сливки и творожный сырдан азғантай болған. Сол бар затымен жасай салған ғой. Сөйтіп ол жұмсақ болған крем. Неге ондай болады сіздің рецебіңізбен жасадым дейді. Сөйтіп анықтап, сондай жағдай болған. Бізде крем дайын болды, қыздар. Медовый тортқа қатты плотный крем қажет емес. Өйткені бізде медовый торт жақсы пропитация етілу керек. Ол үшін бізде крем больше сливкиден тұру керек. Егер сіздер клиентке жұмыс жасасаңыздар, доставка жасау керек болатын болса, бір жаққа ондай болса, мына подложкаға крем емес, шоколад жасаңыздар күшті болады. Мен өткенде оны базовый курста да айтқам қыздарыма. Сол кезінде подложкада жақсы ұстайды да шоколад. Мен бағана жасап қойған смородинадағы немізді, начинкамызды үстіп салып алдым. Бұны да жұқа етіп кесіп аламыз. Мешокқа салып алдым. Қазір енді осыны жасаймыз. Бірінші кремді жағамыз. Кстати, қыздар айтқанымдай, мен қазір на глаз жасайым, бірақ сіздер кремдеріңізді 10 коржға жеткізулеріңіз қажет. Общий 10 коржға 9 слойдың ішіне жеткізулеріңіз керек. Сонда сіздерде общий шыққан кремнің килограмм қанша грамм шықты, соны неге 9-ға бөлесіздер. Сонда әр қайсында қанша граммнан екен есептеп алып жұмыс жасайсыздар, жарай ма? Ал мен уже на глаз жұмыс жасай беремін. Начинканы жағамыз.
начинканы да өлшеп аласыздар қыздар. Біз каждый слойына жабып шығамыз, сондықтан 9 слойға жететіндей қылып өлшеп алыңыздар. Бұл не үшін керек дейтін болсаңыздар, қыздар, білесіздер ғой, мына кольцоға салып, қысып қойып қойсақ, бір-біріне мысалға крем жетпей қалған жері бар, қисық болып қалған жері бар, солардың барлығы қысылып, өзінің орнына қалпына келетін болады. Сол үшін жақсылап қысып, үстінен басып, қараңыздар мынаны. Көзіңіз осы мына деңгеймен болу керек, осы. Көрініп тұр ма міне? Кәдімгідей отырып, торттың деңгейімен көзіңізді қоясыз. Сөйтесіз де қарап, басатын жерлері болса басасыз. Чтоб не болу керек? Теп-тегіс болу керек беті. Пищевая пленкамен жапқандарыңыз дұрыс, қыздар? Менде пищевая пленка бітіп қапты просто. Бетіне енді бірдеңе қойып жейік. Дәл осы күйінде біз холодильникке бір түнге, толық бір күнге қоюымыз қажет. Одан аз уақытқа қоймаңыздар, өйткені бұл жақсы пропитация етілген кезінде өте дәмді болады. Мен толық 2 күн қойдым. Одан кейін міне кесіп жатырмын. Разрезін көрсеткім келіп отыр сіздерге. Және де міндетті түрде пышақтарыңызды ысытып кескендеріңіз дұрыс болады. Сол кезінде кесу оңайға түседі. Және кесу жолы, қараңыздар, шамамен қалыңдығы 4-5 сантиметрдей қылып кесесіздер. Одан кейін бір жақ шетіне тегіс тарелка немесе тақтайды қойып жығып аласыздар. Одан кейін барып жүк кусоктарға кесіп беретін боласыздар. Яғни бір кісіге шамамен 200-250 грамм кусок шығуы қажет. Дәл осы жолмен әр тортты кесіп берсеңіздер өте керемет болады. Міне торт керемет күшті болып шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецептте жазылған кремнің барлығын ішіне толыққанды жеткізіп жағыңыздар. Сол кезінде өте күшті болып шығады.